Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздерге хошан, яғни қуырылған мантының рецептін ұсынбақпын. Кәдімгі мантыдан да өте дәмді болып шығады екен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызға жарты ас қасық тұзды салып алып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық май, майонез, жұмыртқа және де ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне міндетті түрде аз-аздан ұн сала отырып жұмсақ қамыр елейміз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз, себебі қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Міне осылай жұмсақ қамыр шығуы керек. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырды бір қайтара илеп, тағы да жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Бізге керегі асқабақ, ұсақтап туралған ет, пияз, құйрық май немесе құйрық май жемесеңіздер орнына осылай сүт қоссаңыздар болады. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш қосасыздар. Бұл манты фаршпен емес, етпен дәмдірек болады, сол үшін де мен етті қостым. Енді қамырымызды кесуге ыңғайлы болу үшін бөліктерге бөліп аламыз. Мантымыз қатты үлкен болмас үшін және де барлығы бірдей болу үшін мен қамырды осылай 23-25 грамм аралығында өлшеп кесіп алдым. Ұнның көмегімен қамырды жайып аламыз және де толтырып, яғни бір ас қасық начинка салып аламыз. Видеода көрсетілгендей мантыны бас бармақ пен екінші бармақты алмастыра отырып түйіп шығамыз. Басында кішкене қиындау көрінгенімен жасалу барысында оңай болады. Түйген кезде басты ескеретін жайт, қамырды еш жерін ашық қылмай, қатты бекітіп түйеміз. Қуыру барысында ашылып кетпеу керек. Қызып тұрған майға мантыны салып, жай отта қызарғанша қуырып аламыз. Май шашырамас үшін үлкенге отызда қуырғандарыңыз дұрыс, және де бетін фольгамен жауып қоюға болады. Қазанның қақпағымен мүлде жаппаймыз, себебі ол буланып, майға су болып түссе, бізге қатты қиындық тудыруы мүмкін. Енді қуырылған мантыларды мантываркаға салып, 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің мантымыз дайын. Бұл мантыға лазжан қосып жесеңіздер керемет болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Олжанат Апайқызы.